Мерекеңіз құтты болсын. Деніңіз сау болсын. Ұзақ өмір сүріңіз. Мынау сізге. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев елге қадірлі өнер мен мәдениет, экономика саласында еңбегі бағаланған ақжаулықты аналардың үйлеріне барып құттықтады. Мәселен, Ұлы Отан соғысының ардагері, даңқ орденінің толық иегері Сәрсенғали Ешбаевтың жары Шынкүміс Ешбаеваны өткен ғасырдың 80 жылдары басшылық қызметте болып, облыстың үздік экономист атанған Валентина Мыслинаны неміс басқыншыларына қарсы соғысқа өзі сұранып барған. Екінші Украина майданында байланысшы болған Зинаида Гусманованы және белгілі өлкетанушы, музей саласының ардагері Рысжан Ильясоваларды облыс әкімі арнайы құттықтап, гүл шоқтары мен естелік сыйлықтар табыс етті. Облыс басшысы қариялардың шаңырағында тізе бүгіп, елдің бүгіні мен болашағы туралы жоспарларымен бөлісті. Дастарханынан дәм татты. Қарияларға амандық, саулық тілеп, қарттарға жасалып отырған қамқорлықты да сөз етті. Өз кезегінде зейнеткерлікке шықса да, елдің рухани өмірінен алыстамаған Рысжан Ильясова облыс әкіміне өзінің ұсыныстарын да айтты. Арманыңызды жүзеге асырайық деп, Құдай бұйыртса, биыл сол музейдің құрылысын бастаймыз. Тарихи құрылыс болады. Оны салғызған адамда, салғызған архитекторда тарихта қалады. Бұл тарихи мәселе. Жүз жерден сала берсін жаңағы. Дворец, немесе театр, бәрі маңызды ғой. Мейрамхана, оның барлығы тарихқа кірмейді. Шынын айту керек, қазір мына Ақтөбеде келген қонақтарды апаратын жер жоқ. Жаңа сіз айтқандай мейрамханаға апармайсың ғой. Кешке жақын апарып барасың енді. Күндіз жолдарда бір жаққа бару керек қой, бір нәрсе көру керек қой. Сондықтан ол соның біреуі жаңа этнопарк болады. Соның ішінде этноауыл жасаймыз.